Біздің осы Еңбекшіқазақ көпсалалы ауданаралық ауруханасында инфекция бөлімінің КВИ жаңағы коронавирустық бірінші санаттағы 30 төсек ашылды. Ол жаңағы бірінші санаттағы дегеніміз коронавирустық инфекцияның анықталған жағдайы. Сонан кейін жаңағы коронавирустың екінші санаттағы жағдайында 40 төсегіміз олар ашылып дайын тұр. Осы жеке орналасқан жаңағы инфекциялық бөліміміз бар. Сол жерде оның ішінде 10 жаңағы төсек орын реанимациялық төсектер дейді, ол да дайын. Олар жаңағы барлық қажетті жағдай нелермен жабдықталған. Төсектің жанында мониторлары бар. Сосын жаңа оттегімен қамтамасыз етілген. Осы қысқаша айтқанда біз дайынбыз. Оның ішінде жаңағы қазіргі таңда бізде 7 науқас ем қабылдап жатыр. Коронавирустың бірінші санатындағы 7 науқас, олар біздің жаңағы Қарасай ауданынан келген науқастар, жаңа Іле ауданынан келген, және Талғар ауданынан келген науқастар, және Қапшағай қаласынан бір науқас жатыр. Өзіміздің ауданнан Шелек ауылынан 2 науқасымыз қазір жақсы ем алып жатыр. Дәрі-дәрмек қоры жеткілікті. Медицина қызметкерлерімізде қазіргі таңда бізде жеткілікті. Қазір бізде дәрігерлер 150 дәрігерлер қамтылған, мейірбикелер 361, сонан кейін кіші мейірбикелер 108 кіші мейірбикелеріміз жұмыс атқаруда. Қоғамдық бақылаушылар бізге әр айда келіп, біздің жаңағы осы дайындықтарымызды тексеріп кетіп отыр. Оған өте жоғары деген бағаны алдық осы біз Еңбекшіқазақ ауданы. Жаз айында, мысалы шілде айында бізде Мәскеуден арнайы жаңағы көмек методикалық әдістермен көмектесу жағдайында бізге әріптестеріміз келді. Ол кісілердің жаңағы келген кезде бізге инфекциялық жаңағы ауруханамызды аралады. Бұл кезде провизорлық бізде бөлімдер болды. Соны аралаған кезде бізде жаңағы шлюз дейді ғой, немесе желілік деп айтады. Сол кішкене бізге соны өзгертіңіздер деген бізге ұсыныс түсті. Біз сол ұсынысты өзгертіп, жаңағы пластикалық, бізде ол кезде салафанмен жаңағы клеенкалармен бөлінген болатын ол желілік. Қазіргі таңда жаңағы осы немізге сай пластикалық немен бөліп, жаңағы біз өте тамаша қордық, жаңағы шлюзді жасадық. Коронавирустың осы толқыны бізді жақсы көп нәрсеге үйретті десек те болады. Сондықтан жаңағы Алматы облысының жаңағы әкімшілігімен жаңағы облысымыздың Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасының шешімдері бойынша бізге жаңағы оттегі станциясын құрдық. Ол оттегі станциясын құрудың себебі осы жерде өздері шығарады сол оттегі станциясы, сол науқасқа тікелей беріледі. Соны біз осы жақында орналастырдық, міне 2 апта болды. Жақсы қамтамасыз етіп беріліп отыр. Қазір бізде таңда осы оттегімен ешқандай проблема болмау керек. Осы бірінші толқында бізде инфекциялық бөлімде барлығы 375 адам емделіп шықты. Оның 166 Еңбекшіқазақ ауданынан симптомсыз амбулаториялық ем алған науқастар саны жаңа 248 осы біздің аудан бойынша. Провизорлық бөлімде жаңағы онда ашылған сол жерде 749 адам емделіп шықты. Оның 519 адамы пневмония диагнозымен амбулаториялық ем алды. Карантиндік бөлімде, бізде бөлім болды Бәйдібек биде, ол жерде 161 адам тіркеліп, жаңағы өзінің ПТР анализі шыққанша сол жерде карантиндік бөлімге жатып шықты, 161 адам болды бізде. Балаларда ПТР жаңағы коронавируспен осындай емделіп ем алды. Жүкті әйелдер бізде көп болды, 40-қа жуық жүкті әйелдер осында босанды, және оларға тағы да кесір тілігінде жасалып осында өткіздік. Сол жүкті әйелдерге де көмек көрсеттік. Жас мөлшеріне келетін болсақ, әрине 65-тен жоғарғы жаңағы егде жастағы адамдар көп жұқтырып, көп ауыр халде ауырған адамдар өте көп болды. Өйткені ол кісілерде тек қосымша аурулары бар ғой. Жаңағы олардың қан қысымы, жүрек аурулары болды. Сондықтан да ол кісілер организмнің жаңа иммунитеттік өте төмен болғандықтан жұқтыру қаупі өте жоғары болды. Балаларда бұлар жұқтырса да олар тез сауығып кетіп отырды. Балалардың көбісі
симптомсыз болды оларда. Белгісіз симптомдан коронавирустың симптомы байқалмады, тек үйінде жаңа карантиндік шарада олар емделіп шығып отырды. Енді айтып жатырмыз ғой, осы алдыңғы бірінші толқында бізде де осы ауданымыз жаңа көршілес аудандарды қабылдадық. Кеген ауданынан, Райымбек ауданынан, Қарасай жаңағы Іле ауданынан, Талғар ауданынан көп науқастар бізде жатып емделіп шықты. Ал соның ішінде өзімізде осы Есік Еңбекшіқазақ ауданын алатын болсақ, Есік қаласынан адамдар көбірек болды. Өйткені Есік қаласында бізде 55 статистика бойынша 55 мыңға дейін халық жаңағы тұрады. Сондықтан да шоғырлану Есік қаласында көп болды. Екінші себебі, олар біздің көбісі Алматы қаласынан қатынап жұмыс істейді. Сол студенттер көп оқыды. Сондықтан сол осындай кішкене осы Есік қаласында науқастар көп болды. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дейді. Сол қазір міне тура келіп тұрған сияқты осы коронавирус инфекциясына ауырмайтын жол іздеудің ең бір жолы ол жаңа қатаң санитарлық талаптарды сақтау, бетпердесіз қоғамдық жерлерде жүрмеу. Содан кейін жаңа арақашықтық сақтау дейді. Қазіргі мынау ғалымдардың зерттеп шыққаны мынау бетперде киіп арақашықтықты 1 метр 1,80 сантиметрге дейін, сонда 2 метрге жуық дистанциясын жаңа арақашықтық сақталатын болса, жұқтыру қаупі 0% көрсетеді. Той-томалақ деген сондай көпшілік жерлерде өздеріңізді бармай, мүмкіндігінше сақтап, жаңағы мына қолды залалсыздыратын санитайзерлерді қолдануларыңызды сұраймын. Балаларыңызға күнделікті айтып отырғандарыңызды қалаймын, өйткені қолдың осы инфекцияның көбі қолды арқылы жұғады. Қолыңызды әрбір әжетханадан келіп, даладан келген сайын қолды тазалық жуып отыру керек. Сол бетпердені тастамау керек. Қоғамдық көлікте жүріңіздер. Қай жерге барсаңыздар бетпердені тастамау, оны 2-3 сағат сайын ауыстырып отырғанда нәтиже бізде аурушылдық аз болады.